Қазақстандағы дәстүрлі күй өнері. Қазақтардың өміріндегі түбегейлі өзгерістерге қарамастан, 21 ғасырға күй өнері жетіп, жалғасын тауып отыр. 20 ғасырға дейін қазақтар көшпенді өмір сүргені белгілі. Қазақстан астанасының маңындағы Қоянды кентінде Тұрдан Ақсақал күйшілерді арнайы қонаққа шақырды. Оларға дәстүр бойынша қонағасы берілді. Келген қонақтардың әрқайсысы әр аймақтың дәстүрлі күйшілік өнер өкілдері. Күнде насыңыздар. Қалдарыңыз жақсы ма, апай? Önerilerin üstten basın. Жастарың ұзақ, өнердерің үстен болсын, айналайын. Рахмет. Ірі қырғын домбырашылар. Ар жақта. Осын жауаппайын. Bir atası, bir atası, Bulat Koca atağı, bunu koyduğunu attırma mı? Solardı kiydi. Özbekler kaygan. Abay Әбілқайыр ханнан қашып, содан кейін ғой қазақ хандығы. Al gel. İlahamin, amin desen kolun cayı jarılkasın bir Kuday, evvel Kuday oңdasın, kızrav diye koldasın, mal versin, bas versin, uzak ömür jas versin. Jurtumuz aman bolsun. Allahu Ekber. Әкемізден үйренген күйлердің ішіндегі бірінші күй шақырық шақ жилең тартып берейін. Қабылдаңыздар. Еділ Басығараев, Арал Ақтөбе аймағының атақты күйшісі Бақыт Басығараевтың ұлы. Ақжелең күйлері домбыра аспабында тартылатын музыкалық аспаптық жанр. Бұл шығарма басқа күйлердің алдында орындалады. Құрманғазының бай жұмасын тарып берейін. Қабыл алыңыз. Абылғазы Ахмадиев. Құрманғазы тек Қазақстанда ғана емес, шет жақта да аты дүйім жұртқа мәлім. Ұлы күйші 19 ғасырда Бөкей хандығында, қазіргі Батыс Қазақстан жері өмір сүрген. Олардың күйі деп аталады, сол күйді тартып берейін сіздерге.
Шертпе күйшілік дәстүр аумағы кең, бірнеше аймақтық тармақтарға бөлінеді. Жетісу өңірін Базаралы Мөктөкеев ұсынып отыр. Бұл өңірде ең көне күй нұсқалары қазірге дейін жетіп отыр. Күй міндетті түрде аңыз әңгімесімен бірге орындалады. Бірнеше тараулардан тұрады. Қыздарбектің қазір 1000 қоспастарын тартып берейін. Жарайды. Арқа Қазақстанның орталық, солтүстік, шығыс бөлігі. Шертпе күйшілік дәстүр тараған ең аумақты өңір. Осы дәстүрді жалғастырушы Қайролла Сәдуақасов домбыра тартуды өз әкесі, белгілі дәулескер күйші Дәулетбек Сәдуақасовтан үйренді. Қазіргі орындалып отқан күй осы Есір атамыздың Жалдығара күйі. Жұмабек Қадырқұлов Маңғыстау түбегінде қалыптасқан күйшілік дәстүр өкілі. Бұл аймақта өзіндік орындаушылық дәстүр қалыптасқан. Сүгір тартқан екен Кертолға. Соның бір тарауын мен сіздерге тартып берейін. Шертпе күй аймағының тағы бір нұсқасы Қаратаулық дәстүр. 20 ғасырда өмір сүрген дәулескер күйші Сүгірдің шығармашылығымен байланысты. Оны жалғастырушы мұрагер домбырашы Жанғали Жүзбай.